Сәлем достар, бүгін мен сіздерге балаларға брокерлік шот қалай ашуға болады, балаларды қаржылық сауаттылықты қай уақыттан үйрету керек, сол жөнінде айтатын боламын. Қанша теңгеден немесе доллардан бастап инвестиция салуға болатыны жөнінде. Қазір менің балаларым 8 жаста және 10 жаста. Сондықтан балаларыма қаржылық сауаттылық жөнінде өзім қаржыгер болғандықтан қазірден үйретіп жатырмын. Осы жас нағыз баланың барлығын түсінетін, анализ жасап қаржыны қалай жұмсау керек екенін үйрететін нағыз уақыты деп ойлаймын. Инвестициялау, акция сатып алу деген қысқаша сабақ өткіздім. Балаларым қуана менің шот ашып беруімді күтіп жүр. Балаға 10 жастан бастап брокерлік шот ашуға болады. Келесі видеода балаға қалай брокерлік шот ашуға болады, сол жөнінде айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Негізі инвестиция жасау теңгемен де доллармен де бола береді. Ең азы 100 теңгемен де акционер болуға болады. Сондықтан да болашақты қазірден ойлайық достар. Сонымен екі балам айына 2 доллардан 4 долларға акция алатын болады. Барлығы телефон арқылы жасалады. Баланың телефонына приложение жазып беремін, шотын толтырамын. Қалай акция алу керектігін үйрететін боламын. 8 және 10 жастан бастап балаларым акционер болады. Акция деген бұл компаниядағы немесе бизнестегі бір үлесі деп айтсақ болады. Алдағы уақытта салатын сомамызды көбейтетін боламыз. Сонда 18 жасқа дейін ай сайын салып отырсақ, бала өсем дегенше үлкен инвестор болады, өзінің қалаған мақсатына жете алады, ақша жинауды үйренеді. Және де ең бастысы қаржылық сауатты болады. Сіздерге тақырып қызықты болса, 18 жасқа дейінгі балаға инвестициялық шотты ашу жөнінде келесі видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Мөлдір Әділхан.